Саламатсыздар ма балалар? Бүгін барлықтарың түгелсіздер ма? Алдыңғы сабақта үйге не берілді? Барлықтарыңыз орындадыңыздар ма? Қарап шығайын. Жарайсыздар. Енді балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз театр өнері. Балалар, сабақтың мақсаты ғаламтордан, энциклопедия, газет, журналдардан алынған дәлелдемелерді сілтемесін жасайсыздар. Одан соң мәтіннің негізгі ақпараттарды алып, жай сөйлемнің түрлерін ажыратасыздар. Одан соң біздегі бағалау критерийі негізгі тірек сөздермен жұмыс жасап, оның мазмұнын жете түсінесіздер. Қосымша ақпараттарды жинақтау арқылы талдау жасайсыздар және суреттермен жұмыс жасау арқылы дәлелдемелерді ұсынасыздар. Балалар, біз бүгін жай сөйлемнің түрлерін өтеміз. Жай сөйлемнің түрлері бізде жалаң жайылма болып келеді. Жалаң жайылма туралы түсініктемесін кім айтады? Айта қояды жаман. Тек қана тұрлаулы мүшелерден тұратын сөйлемдерді жалаң сөйлемдер дейді, ал тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерден тұратын сөйлемдерді жайылма сөйлемдер дейді. Жарайсың, отыра ғой. Жақты және жақсыз. Айта ғой. Жақты сөйлем дегеніміз грамматикалық бастауышы бар, және егер оның бастауышы болмаса, ол баяндауыш арқылы табылатын сөйлем түрін біз жақты сөйлем деп атаймыз. Толымды және толымсыз сөйлем. Айта ғой. Дербес айтылғанда мағыналық мазмұны толық сөйлемдерді толымды сөйлем, ал дербес айтылған кезде мағыналық мазмұны толық емес және де ой-ойлылығы сезілетін сөйлемдерді біз толымсыз сөйлем деп атаймыз. Жарайды, рахмет, отыра қойыңдар балалар. Балалар, менің алдымда тұрған қиындыларды алып, пазлация арқылы үш топқа бөліне қойыңдар. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Үшінші топ отыра қойыңдар. Балалар, алдыларында театр жайында мәтін берілді. Сол мәтін бойынша танысаңыз, яғни дауыстап оқимыз. Қандай оқи ғой? Қазақ өнерінің қара шаңырағы, қазақтың тұңғыш кәсібі театры Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының жұмылдығы 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында ашылды. Алғашқы қойылымдары Кемеңгерұлы Алтын Сақина пьесасы мен Мұхтар Әуезовтың Еңлік Кебек пьесасы үзінді болды. Қоғамдық құрылым өзгеріп жаңа өмірге біртіндеп бейімделе бастаған бұқараны тәрбиелеуде өнердің рөлі үлкен болды. 1926 жылы 5 қазанда театр директоры әрі көркем жетекшісі болған Шанин театрдың шығармашылық қалыптасуына рөлі өте үлкен. 1933-34 жылдары театрдың музыкалық студия бөлініп, ұжымдаған әншілік талантты басым актерлар сонда ауысты. Болды, осы жерден әйелге жалғастыра ғой. 1936 жылы театр қазақ әдебиеті мен өнердің Мәскеуде аса табысты өнген 10 күндігіне қатысты. Қыз жібек операсында, Қуанышбаев Жалбыр операсында Өмірзақов, Бадыров, Аймановтар рөл орындаса, біраз актер көпшілік сахналарына қатысты. 1937 жылы театрға академиялық деген атақ берілді. Театрға не береді, неге үйретеді? Театр ең алдымен көркем сөйлеуге, сөз мәнерін білуге, тіл өрнегін көруге, естуге үйретеді. Осы жерден әдемі жалғастыра ғой. Театрдағы ақ пен қара ұғымына түсінеміз. Ақ пен қара ұғымы біздің дәстүрімізде адам баласының сәби шағында тәй-тәйлап, алғаш қадам жасарынан бастап ақ пен қара жіптен есіліп, аяғыңды тең бас деп аяғына тұсау болып байланып өмірге жолдама ретінде кесілетін салтынан басталады. Бұл өмірдің қуаныш пен қайғыдан, өмір мен өлімнен, күн мен түннен тұратыны сықылды ажырамас, өзгермес қағидасы. Театрдағы қойылымдар жанрының негізі де осы. Комедия мен трагедиядан тұрады. Содан бастау алады. О бастан-ақ театрдың жалпы логотиптік белгісі. Жарайсың, Ерасыл. Енді екінші топ. Айта ғой.
Театрдағы ақ пен қара ұғымына түсінік. Ақ пен қара ұғымы біздің дәстүрімізде адам баласының сәби шағына тайтайлап алғаш қадам басуы, өмірге жолдама ретінде келісетін салтынан басталады. Келесі. 1933-34 жылдары театрдан музыкалық студия бөлініп, ұжымдағы әншілік талантты басым актерлар сонда ауысты. Мұндағы сіздерде бітірек сөздер қандай? Ақ пен қара және 1933-34 жылдары. Келесі, қандай? Айта қойыңыз. 1936 жылы театр қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеуде аса табысты өткен 10 күндігіне қатысты. Қыз жібек операсында Қуанышбаев, Жалбыр операсында Өмірзақов, Бадыров, Аймановтар рөл орындаса, біраз актер көпшілік сахналарына қатысты. Келесі. 1937 жылы театрға академиялық деген атақ берілді. Театр не береді, не үйретеді? Театр ең алдымен көркем сөйлеуге, сөз мәнерін білуге үйретеді. Тіленерлігін көруге, естуге үйренеді. Отыра. Балалар бізде екінші тапсырма. Топтық жұмыс. СТО әдісі. Бірінші топ сіздерге газет журналдарды қолдана отырып, театр туралы диалог құрастырасыздар. Газет журналдарыңызды ала қойыңыздар. Екінші топ энциклопедия орталарыңызда тұр, соған сүйене отырып, театр сөзіне топтастыру жасайсыздар. Ал үшінші топ интернеттен алғыларыңызда тачыртып, соған сүйене отырып, интернеттен театр туралы қызықты мәлімет жазасыздар. Ал бірінші топ, дайын болсаңыздар, сұрақ қойыңыздар. Бізге берілген тапсырма газет журналдарды сүйене отырып, театр туралы диалог құру. Сәлем, демалыс күні қалай өтті? Қалаға барамын деп едің ғой? Я Алматыға барып қайттым. Бір жаққа қыдырдың ба? Әрине, қазақ драма театрына барып, жанымызға демалыс сыйлап қайттық. Онда Сапарбайдың Сыған Селенада салу атты мюзиклі болды. Саған баруға кеңес беремін. Қандай рахат, саған қызығып барып келіп кетті. Мен келесі демалыс барамын. Жарайды, сапқа қиып. Жарайды, отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Екінші топ. Айта қойыңдар. Бізге берілген тапсырма энциклопедияға сүйене отырып, театр туралы топтастыру. Театрға шынайылық, балет, өмір, көрермен, сахна, пьеса, мәдениет, актерлер және де қойылым жатады. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал үшінші топ сіздерге берілген тапсырма. Бізге берілген тапсырма интернеттен қызықты мәлімет табу. ақш-тың Вирджиния штатының өзгеше бір театры болған. Оның ерекшелігі сіз театрға кіру үшін билет сатып алуға ақшаңыз емес, заттайды мүлікпен сіздің мүмкіндігіңізде құнына қарап орныңызды белгілеп болады. Яғни сіздерде ақшта мұндағы тек ақша арқылы емес, мүлікпен де, яғни сіздің алып келген мүлігіңізге байланысты сіздің орныңыз қай жерге отыратыныңыз белгілі болады екен. Өте қызық. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Балалар, бізде үшінші тапсырма. Бізде төмендегі сөздерді қолдана отырып, ойды аяқтаймыз. Мына тұрған ойды аяқтаймыз. Ең алдымен театр туралы не деп ойларсыңдар? Сол ойды жазып, кішігірім ойды аяқтаңыздар. Ал балалар, тапсырма дайын болса, кім айтады? Санжар айтады. Ең алдымен мен театр туралы жай ғана сахнаға шығып жаттанды сөздерді айтады деп ойладым. Одан кейін бұл ойымды өзгерттім, себебі театр жай ғана жаттанды сөздерді айтады ғана емес, шынайы эмоцияны және адамдардың жүректеріне жеткізіп тұрып айтады. Бұдан мен театр шынайылық, айқын бейнесі деген қорытындыға келдім. Театр өнері үлкен жауапкершілік болып табылады. Жарайсыз. Тағылжан. Рамазан айтады. Ең алдымен мен театр туралы актер шеберлігі деп ойладым. Одан кейін бұл ойымды өзгерттім. Себебі бұл қойылым екен. Одан кейін мен мынадай қорытындыға келдім. Театр өнері өте эмоциялы болып табылады.
Ал отырауға жарайсың. Екінші топ. Кім айтады? Отырау. Мен алдымен мен театр туралы ойдан шығарған қойылым деп ойладым. Одан кейін бұл ойды өзгерттім. Себебі театрда өмірден алынған оқиғалар да көрсетіледі. Одан мен театр шынайы деген қорытындыға келдім. Театр өнері нағыз рухани қазына болып табылады. Келесі. Дәулет айтамын. Ең алдымен мен театр өмірдегі қойылым деп ойладым. Одан кейін бұл ойымды өзгерттім. Себебі театрдан ойнау қиын екен. Бұдан мен театр шынайылықты дәлелдейтін деген қорытындыға келдім. Театр өнері өте қызықты болып табылады. Жарайсың, отыра ғой. Үшінші топ. Әдемі айтамын. Ең алдымен мен театр туралы ол жай ғана қойылым деп ойладым. Одан кейін бұл ойымды өзгерттім. Себебі бұл ойыншылардың көрерменге жеткізетін сезімі. Бұдан мен театр өте қызықты деген қорытындыға келдім. Демек, театр ерекше болып табылады. Отыра ғой. Келесі. Айсан айта ғой. Ең алдымен мен театр туралы сахнадағы қойылым деп ойладым. Одан кейін ойымды өзгерттім. Себебі актерлар бұл қойылым арқылы көрерменге сезімдерін жеткізеді. Бұдан кейін театр жай ойын емес деген тұжыруға келдім. Демек, театр мәдениет болып табылады. Жарайсың, отыра ғой. Бізде балалар кер байланыс рефлексия 5 саусақ әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылай қоясыздар. Яғни басты тақырып, топтағы жұмыстарыңыз қалай болды, қандай мәселелерді игердіңіз, сабақ ұнады ма, көңіл күйлеріңіз қалай, сонда 5 саусақ әдісіне жазып шыға қойыңыздар. Сол арқылы мен сіздерді бағалаймын. Балалар, үйге тапсырма. Біз бүгінгі не жайында өттік? Театр өнері жайында өттік, иә? Бүгінгі тақырыпқа байланысты бейтанысушыларға 5 кеңес, толымды және толымсыз сөйлемдерді кірістіре отырып жазып келесіздер. Одан соң екінші тапсырма, инсерт әдісімен театр әдебі туралы қорытынды жазасыздар. Онда жалаң және жайылма сөздердің қатысуы қажет. Түсінікті ғой? Жарайды.